Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 15 минутта дайын болатын печенье жасайтын боламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын қосып, шым тұз және ванильді қантты қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Одан кейін бір дана жұмыртқамызды қосамыз, майонезімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнға мен алдын ала разрыхитель қосып араластырып қойдым. Ұнды бірден салып жібермейміз. 2-ге бөліп саламыз. Мына жерде мен бір бөлігін араластырып болдым. Екінші бөлігін салдым. Осылай араластырып қолымызбен елеп, осындай сопақша формада жасаймыз. Менде әр форма 28 граммнан. Шанышқымен осылай неше түрлі әртүрлі узорлар жасасаңыздар да болады. Мен осылай жасадым, видеода көрсетілгендей. Осылай 180 градуста 15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, аз болсын.